Ақ Орда 14 ғасыр мен 15 ғасырдың басында шығыс дешті Қыпшақта өмір сүрген Ақ Орда мемлекеті. Жошы ұлысы екі қанаттан тұрды: оң және сол қанат. Оң қанат Батый хан дешті Қыпшақтың солтүстігінен Батыс Еуропаға дейін жерді басқарса, сол қанатта Орда ежен дешті Қыпшақтың шығыс бөлігін басқарды. Орталығы Сырдария өзенінің орта ағысында орналасқан Сығанақ қаласы болды. Ақ Орданың этникалық негізі Алтын Ордаға қарағанда бірыңғай болды. Қыпшақ, Қоңырат, Арғын, Алшын, Қаңлы, Үйсін, Найман. Қазақ халқының қалыптасуы, мемлекетінің құрылуында Ақ Орда зор тарихи роль атқарды. Ақ Орданың ішкі, сыртқы саяси жағы: Орда еженнен кейін Ақ Орда ханы Сасыбұға 30 жыл билік құрды. Оның мұрагері Ерзен хан болды. Ақ Орда Алтын Ордадан бір жола бөліне бастады. Ерзен хан мен Мүбәрак хандар тұсында, әсіресе ұрыс ханның кезінде Алтын Орда мүлде оқшауланды. Ерзен ханның тұсында Ақ Орданың қалалық мәдениеті дами түсті. Отырар, Жент, Баршынкент сияқты қалаларда мешіт, медреселер салынды. Сығанақ қаласының Орта Азия мен Шығыс дешті Қыпшақ арасында басты сауда және қолөнер орталығына айналдырды. Экономикалық байланыс жақсарды. Мүбәрак хан 1327-1328 жылдары өз атынан Сығанақ қаласында теңге соқтырды. Орда ежен ұрпағы Ұрыс хан Ақ Орда мемлекетінің билігін өз қолына алып, мемлекеттің күш-қуатын нығайтты. Ол 1368-1369 жылдары өз атынан Сығанақ қаласында теңге соқтырды. Хан 1374-1375 жылдары Еділ бойында жорық жасап, Алтын Орданың астанасы Сарайды Қажытар ханды алып, Кама бұлғарларын бағындырды. Әмір Темір Тоқтамысқа қару-жарақ, әскер беріп, Ақ Орданы басып алуға жібереді. Алайда Тоқтамыстың Ақ Ордаға жасаған бірнеше шабуылының еш нәтиже шықпаған. Ұрыс хан мен оның баласы Тоқтақия қайтыс болғаннан кейін Әмір Темір Тоқтамысты Ақ Орданың тағына отырғызады. Алтын Орданы өзіне тәуелді етті. Бірақ Тоқтамыс Ұрыс ханның екінші баласы Темір Мәліктен Сауран түбінде жеңіліп қалады. 1379 жылы жорығында Тоқтамыс Темір Мәлікті жеңіп, Сығанақты бір жолы өз қолына. Ақ Орданың келесі ханы Барақ Сырдария бойындағы қалаларды қайтару үшін әрекеттер жасайды. Темірдің немересі Ұлықбекті жеңіп, көптеген қалаларды өзіне қаратады. Алайда 1428 жылы Шығыс дешті Қыпшақтағы билік Жошының Шайбани әулетінің ұрпағы Әбілқайыр ханға тиеді. Ұрыс ханның ұрпақтары 15 ғасырда Ақ Орда жерінде қазақ мемлекетін құрады. Шаруашылығы көшпелі және жартылай көшпелі. Мал өсіруде Алтай, Ұлытау, Орал тауларының бөктерін жазғы жайылым ретінде пайдаланған. Арал бойы Сырдарияның ортаңғы және төменгі ағысы, Шудың төменгі ағысы мен сыр бойы тұрақты қыстайтын аймаққа айналды. Жердің шұрайлысы ірі билік иелерінің қолында болды. Біртіндеп шаруашылықтың жолға қойылуы жергілікті ақсүйектердің де, қарапайым халықтың да жағдайын жақсарта түскен. Ақ Орда халқының басым көпшілігі жергілікті түрік тілдес халықтардан тұрды.